Табиғат бізге денсаулығымыз үшін қажет нәрсенің бәрін берді. Осындай емдік шөптердің бірі календула деп аталады. Календула негізінде тұнбалар мен қайнатпалар, сондай-ақ табиғи жақпа майлар мен кремдер жасалады. Календула дегеніміз не? Ол несімен ерекше? Қандай пайдалы қасиеттері бар? Және календула негізіндегі жақпа майды қандай аурулардан қолдануға болады? Арнаны ауыстырмаңыз. Роликті соңына дейін қарасаңыздар, осы сұрақтардың барлығына жауап алатын боласыздар. Ал бейненің соңында біз сіздерге жақпаның маңызды қарсы көрсеткіштері туралы айтып беретін боламыз. Календула дегеніміз не? Және ол несімен пайдалы? Календула сары немесе қызғылт сары гүлдері бар астровый тұқымдасына жататын бір жылдық шөптесін өсімдік. Календуланы өсіру үшін арнайы жағдайлар жасаудың қажеті жоқ. Сондықтан календула кез келген жерде өсе алады. Осылайша бұл қарапайым көрінетін өсімдікте көптеген пайдалы дәрумендер мен минералдар бар. Календуланың құрамында эфир майлары, шайырлар мен фитонцидтер, алма, салицил және пентадицил, сапониндер мен календин сияқты органикалық қышқылдар және таниндер бар. Аз мөлшерде алкалоидтар да бар. Ал календула гүлдерінде каротин мен каротиноидтар бар. Оның айқын бактерицидтік қасиеттері бар. Мысалы, календула стафилококктар мен стрептококктарды өлтіреді және қабыну мен жұқпалы ауруларды емдеуде кеңінен қолданылады. Оның құрамындағы заттар көптеген аурулардың қоздырғыштарымен жақсы күреседі. Ал календуланың пайдасы сонау ежелгі Римде де бағаланды. Сонымен қатар әсіресе ол орта ғасырларда да танымал болды. Календуланың емдік қасиеті: тұнбалар мен қайнатпалар тамақ ауруы кезінде, стоматит, пародонтоз ауруы, балалардағы молочница сияқты ауыз қуысының аурулары үшін жақсы қолданылады. Конъюнктивит кезінде көзді жуады, лосьондар жасайды, іріңді отит кезінде құлаққа тамызады. Сондай-ақ календула іріңді жараларды, көгеруді, күйіктерді, кесектерді, анустың жарықтарын емдеу үшін жақсы қолданылады. Ауырсынуды басатын, жараларды емдейтін әрекеттердің арқасында календула жәндіктердің, масалардың, аралар мен шыбындардың шағуынан ісіну мен қышуды жеңілдетеді. Ал жараларға жаңа шырынды немесе календула тұнбасын жағу жеткілікті. Жараларды жуу үшін жаңа шыққан өсімдік шырыны қолданылады. Тұнбалар мен қайнатпалар күйік пен үсікті, тері проблемаларын емдеуге, золотуха, язва мен свищтерді жақсы жазады. Календула жүйке жүйесіне тыныштандыратын әсер етеді. Қан қысымын төмендетеді, қанды тазартады, жүрек ауруларын емдеу үшін қолданылады. Гипертония кезінде де жақсы әсер етеді. Ол ұйқыны жақсарту, өнімділікті арттыру, бас ауруын жеңілету үшін қолданылады. Календула өт айдағыш, зәр айдағыш және патогендік әсерге ие. Асқазан мен 12-елі шектің ойық жарасы, бауыр, ішек, көк бауыр аурулары, гепатит және өт жолдарындағы қабыну процестері үшін календуланың тұнбалары мен қайнатпалары өте пайдалы. Календула негізіндегі препараттар гинекология мен онкологияда кеңінен қолданылады. Оның жаңа шыққан өсінділерінен алынған тұнбалар жатыр эрозиясы кезінде душ түрінде шаюға қолданылады. Крем және жақпа майы тері ауруларын, күйіктерді, үсікті, варикозды тамырларды емдеу үшін, өкшелер мен қолдардағы жарықтарды емдеу үшін, сонымен қатар қышу мен тітіркенуді жеңілдету үшін қолданылады. Косметологияда шашты, қолдың, беттің терісіне күтім жасауға арналған. Календула жақпа майының пайдасы қандай? Табиғи өнім календула жақпасы құрамында календула гүлінің сығындысы және вазелин сияқты көмекші заттары бар. Жақпа бастапқыда терінің зақымдануын жедел емдеу үшін қабынуға қарсы өнім ретінде жасалған. Алайда уақытпен тексерілген құрал басқа да аурулармен күресуде өзінің тиімділігін дәлелдеді. Сонымен нақтырақ айтқанда, календула жақпа майы қандай аурулардан көмектеседі? Негізінен календула жақпасы терінің жазылуын тездетеді. Сонымен қатар терідегі ойықтарды тарылтады және май өндірісін реттейді. Жақпа терінің жаңаруына ықпал етеді. Терінің жарықтары, тыртықтары мен терінің зақымдануы, варикозды тамырлар, безеулер, терідегі қабыну процестері үшін өте қажет. Календула жақпасы терідегі май секрециясын реттейді. Майлы тері түріне де жарамды. Сонымен қатар құрғақ теріні де жақсартуға қабілетті. Қыстың суық күндерінде бет терісінің жарылуы, құрғақтық және үсікті болдырмау үшін қолдануға болады. Ал жаз күндері ол күннің күйіп қалуынан және ультракүлгін сәулелердің әсерінен құтқарады. Календула жақпасының қабынуға қарсы әсері оның жәндіктердің шағуынан, кесулерден, экземалардан және көгеруден қолданған жағдайда
анықталады. Сондай-ақ жақпа қабынуды алдын алады және ауырсынуды басады. Гематомалардың тез жазылуына және жансыздандыруға ықпал етеді. Сондай-ақ жақпа жұқтырған жаралар, күйіктер, кесектер және басқа да ұсақ тері жарақаттары, тромбофлебит, қысым жаралары және трофикалық жараларды жақсы емдейді. Парапроктит, анальды жарықтар, свиштардан тамаша көмектеседі. Осылайша календула жақпасының көмегімен сіз қабыну мен ауырсынуды тез баса аласыз. Оны қалай қолдануға болады? Бірінші қолданысы. Мысалы қырыну немесе өткір заттарды қолдану кезінде сызаттар немесе кесулер пайда болған кезде жақсы көмектеседі. Календула негізіндегі жақпамайды зақымданған жерге жағыңыз және оның толық сіңуін күтіңіз. Осылайша сіз жарақаттанған жерді дезинфекциялап, емделуді жеделдетуге қол жеткізесіз. Сонымен бірге гематомалар мен ашық жаралар үшін жақпаны жараның немесе гематоманың айналасына жұқа қабатпен біркелкі тарату керек. Ал жәндіктердің шағуы кезінде оны шаққан жеріне тікелей жағуға болады. Процедураны толық болғанша күніне 2 реттен қайталаңыз. Екінші қолданысы. Календула жақпасы өте ауыр қабынуға айналуы мүмкін, денедегі ұсақ безеулерден арылуға көмектеседі. Әр безеуге бір тамшы жақпа жағып, толық сіңгенше қалдыру керек. Жақсы әсер ету үшін процедураны күніне 2 рет қайталаңыз. Курс 2 апта. Үшінші қолданысы. Варикозды тамырлармен күресуде тамаша көмектеседі. Мұны істеу үшін препаратты варикозды тамырларға жұқа қабатпен жағыңыз. Ұқыпты қозғалыстармен жайыңыз және толық сіңгенше қалдырыңыз. Күн сайын ұйықтар алдында қайталаңыз. Курс 2 апта. Ал 1 ай демалғаннан кейін процедураны қайталауға болады. Төртінші қолданысы. Ең бастысы сіз оны нұсқаулықта таба алмайсыз. Халықтық медицинада жақпа көбінесе геморрой, анальды жарықтар және парапроктит үшін жақсы қолданылады. Бұл жағдайда геморройға аз мөлшерде жақпа жағып, оны зардап шеккен аймақтардың бүкіл бетіне біркелкі тарату керек. Процедура түйіндердің жазылуы үшін күніне 2-3 рет қайталануы керек. Қосымша ретінде сіз компресс жасай аласыз. Мұны істеу үшін стерилді тампон жасаңыз. Оны жақпаға малып ұйықтар алдында анусқа салыңыз. Бірақ процедурадан бұрын шекті тазарту қажет. Ал компрессті түні бойы қалдыру керек. Емдеу курсы 10 күн. 1 аптадан кейін курсты қайталауға болады. Бесінші қолданысы. Календула жақпасы мозольдар мен өкшедегі жарықтарды емдеуге тиімді. Жақпаның белсенді компоненттері терінің регенерация функцияларын тездетеді және алғашқы қолданғаннан кейін тері айтарлықтай серпімді және ылғалданған болады. Ал жарықтар тартыла бастайды. Осының арқасында жақпа қатты мозольдар мен жарықтарды жұмсартады. Грибокты қоздыратын микроорганизмдермен күресуге көмектеседі. Қолданар алдында аяғыңызды жуыңыз, мысалы диктер сабынымен. Өнімді біркелкі қабатпен жағып, толық сіңгенше қалдырыңыз. Процедураны таңертең және кешке қайталаңыз. Қарсы көрсеткіштері. Жақпаны күнделікті қолдануға болады. Оның аса қарсы көрсетілімдер мен жанама әсерлері жоқ. Алайда егер сіз 1 апта ішінде аурудың белгілері жақсармағанын немесе жойылмағанын байқасаңыз, сондай-ақ тері бетінің жағдайы нашарлап жатса, календула жақпа майын қолдануды тоқтату керек. Аллергиямен ауыратындарға және препараттың компоненттеріне жоғары сезімталдықты сезінетіндерге сақ болу керек. Сондай-ақ жүкті және бала емізетін әйелдерге календула сығындысынан жасалған жақпа майларды қолданар алдында дәрігермен кеңесу керек. Осылайша түйіндеп айтқанда, календула жақпасы қымбат емес препарат және сіздің үйіңіздегі алғашқы көмек жинағында міндетті түрде болуы керек. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.